Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілінен 89-шы сабақта өтеміз. Негізгі және туынды етістіктерді жалғастыратын боламыз. 24-ші жаттығу. Мәтіндерді оқы, өзара салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Бірінші мәтінді оқимыз. Өмір баян мәтіні. Мен Бауыржан Момышұлы. 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында алғаш ұстасы және етікші зергерлігімен танымал болған. Анам Разия дүниеден ерте өтіп, 3 жасымнан бастап қыз тумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен құрылған дивизияға қабылданып, соғысқа аттандым. Бұл бірінші мәтін. Енді келесі мәтінді оқимыз. Ол мәтіннің атауы құлын мінген бала деп аталады. Бауыржан да ауылда өсті. Оның боз құлыны бар еді. Боз құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп, шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп таңға алатын. Сонда Бауыржан құлынның кекілінен сипап, бұл Байбұр Тайбұрыл, мен Қобыланды батырмын деп тұр, дейтін құрбыларына мақтанып. Боз құлын ақ боз ат болды. Бала Бауыржан ер жетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Әзілхан Нұршайықовтан. Енді бұл жерде сұрақтар көрсетілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақта мәтіндер кім туралы деп тұр. Мәтіндердің ұқсастығы бізде мына жерде басында айтылған, мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тап деп тұр. Яғни мәтіндердің ұқсастығы екі мәтінде де Бауыржан Момышұлы туралы айтылған. Ал айырмашылығы біріншісі өмір баян, ал екіншісі әңгіме ретінде айтылып тұр. Келесі сұрақта енді мәтіндер кім туралы деп тұр. Мәтіндер Бауыржан Момышұлы туралы. Келесі сұрақ, қай мәтін бірінші жақтан айтылған? Бірінші мәтін бірінші жақтан айтылған, яғни мен деп тұр, мен Бауыржан Момышұлы деген сияқты. Сондықтан бірінші жақпен айтылып тұр. Ал келесі бізде үшінші жақ туралы айтылып тұр. Бауыржан да ауылда өсті. Кім? Ол өсті деп тұр. Сондықтан бұл үшінші жақ болады екінші мәтін, ал бірінші мәтін бізде бірінші жақта айтылып тұр. Келесі мәтіндердегі түсініксіз сөздерді теріп жаз, мағынасын сөздіктен біліп ал. Командир, генерал-майор, дивизия деген сөздерді алсақ болады. Бұл жерде командир әскери құрамаларда, бөлімдерде немесе әскери мекемелерде әкімшілік қызмет атқаратын ресми атағы бар адамдар. Генералдар, офицерлер, паспорщиктер, сержанттар деген сияқты. Келесі генерал-майор, яғни ол әскери атақ деген мағынаны білдіреді. Келесі дивизия көптеген мемлекеттердің қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикалық бірлестігін дивизия деп атаймыз. Енді келесі жаттығуда өз отбасыңның бір мүшесінің өмір баянын үлкендердің көмегімен жазып көр. Мен әкем туралы жазамын. Енді бұл жерде әркім өзінің әкесі, әпкесі, анасы, немесе әжесі, атасы туралы жазса болады. Менің әкем Нұрлан Ержанұлы, ол Қазақстан Республикасының азаматы, өз мамандығы бойынша еңбек етіп жүр. Әкем 1975 жылы 10 наурызда Алматы қаласында дүниеге келген. Әкем мектепті жақсы оқып, аяқтағаннан кейін колледжде оқып, мамандық алған. Оқуын бітірген соң еңбек жолын бастап, қазіргі таңда өз жұмысын жауапкершілікпен атқарып келеді.
Әкем отбасымыздың тірегі. Ол еңбекқор, мейірімді, бізге қамқор әке. Әкем әрқашан бізге дұрыс жол көрсетіп, жақсы адам болуға үйретеді. Енді келесі жаттығуда көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тиістісін жалғап, сөздерді көшіріп жаз деп тұр. Яғни бірінші бізде ұсақ деген сөз көрсетіліп тұр. Яғни та деген жұрнақ жалғанып тұр. Келесі жаңа-ла, яғни жаңа, ла деген жұрнақ жалғанып тұр. Яғни ла жұрнағын таңдаймыз. Келесі оң-да болады. Да деген. Келесі ірі, ле. Көркем, де дегенді таңдаймыз. Шеге, ле. Яғни бұл жерде бізде жұрнақтарды қойған кезде, егер түбіріміздің соңғы дауысты дыбысы жуанмен аяқталатын болса, жуан жұрнақ жалғанады. Егер бізде түбіріміздің ең соңғы дауысты дыбысы жіңішкемен аяқталатын болса, жіңішке жұрнақ жалғанады. Енді келесі жаттығуда шығармашылық үзіліс, керісінше жұмбақ, сөз жұмбаққа сұрақтар құрастыр. Ол үшін оқылу соңында берілген түсіндірме сөздікті басшылыққа ал деп тұр. Енді бірінші бізде сабын деген сөз көрсетіліп тұр, иә? Сабын, көркем, ақын деген сөздерді қараймыз. Қол жууға арналған зат. Ол сабын. Келесі әдемі, сұлу сөзінің синонимі көркем болады. Келесі өлең жазатын адам ақын. Келесі енді тігінен бірақ сөз көрсетілген, яғни бізде тырма деген сөз. Тігінен шөп жинайтын құрал. Тырма болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін. Немесе астындағы комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде оқып жауап беретін боламын.